Достар, мен деген история айтамын деймін, есіме бүйтіп тарс еткізіп жаңа далада отырғанда сәкіні көріп қалған ғой. Сәкі деген андай далада отыратын темірден жасалған ұзын ше, жерде отпайсың, шама биікте отырасың, білмеймін енді басқа жақта қандай дейді, бізде сәкі дейді. Соны айтып қалайыншы, есіме түсіп тұрған ұмытып қаламын етпесем. Короче, бұрын осыдан 6-7 жыл бұрын мен ең максимально толық кезімде сөйтіп сол кезде әпкем бар тұғын, әпкем свиданиеға шығады. Свидание шықпайсың, бір кезде инстада, ол кезде тикток жоқ, инстада мындай қырғын әңгімелер өтеді, таксимен ойбай ұрлап кетеді, тудалға тастап кетеді, абай болу керек, анау мынау неше түрлі историяны естіп алған, содан қорқамыз мама екеуміз. Сөйтіп әпкеме қырғын жаңағы жігіттер қарайды, енді сұлу өзі. Сөйтіп свиданиеға бір бала машинамен алып кететін болды. Біз оны енді байқамай біліп қойдық әңгімесін. Байқамаймыз дейді, мама айтты, сен барып аңды, хотя бы машинасының нөмірін біліп алады деді. Хорошо дедім, қатырасың ба істеді, ой, істің бәрін қатырам дедім. Мен деген анау ютубта документальный фильм бар ғой, как началась Великая Отечественная война деген бәрін көріп тұрмын, документальный фильмнің бәрін, ұлы отан соғысын ше. Сосын айттым, менен деген операция был, не болады менікі, шөліктегі дейші қатырам мен дедім. Қазір саған нөмірін, маркасын, қай жылы туылған, қақта жұмыс істейді, не істейді, не тамақ жейді деген бәрін тоқылдым. Шешеме көп шема деген. Сөйтіп мақұл саған тапсырым деді. Мақұл дедім. Сөйтіп ана әпкемді аңдып жүр, дайындалып жүр, былай өлең айтып, сосын енді бірақ әпкем мінезі жамандау да. Сөйтіп не істеймін, ұсталып қалмауым керек. Одан кейін артынан шығуға ұсталып қалам ба деп қорықтым. Сөйтіп умный мысль келді маған. Короче, алдына шығайын дедім, бірінші алдына шығып алайын дедім да. Сен үйден түскенде времянка бар тұғын, времянканың қасында сәкі бар тұғын. Сол времянканың артына тығылып тұрған бір кезде, тығылып күтіп тұрсам, қараңғы ғой енді, кешке қарап что-то басым айналып жатыр мен. Сөйтсем тісім ауырып тұр екен. Сөйтсе шығып сояққа тығылып тұрсам, бір кезде әпкем атып шықты да маған қарай жатыр. Ойбай қорқып сөйтсем жерден бір нәрсе аяқ киім сүртіп жіберді ма, сөйтіп жатыр екен. Қорыққанымнан ана сәкінің астына деген топырақ қой, осындай ғана жермен разницасы ішіне кіріп кеткен ғой, жүзбен қорыққанымнан қалай сиіп кеткенін білмеймін. Сөйтіп енді анау бар дарбазаға қарай, дарбаза деген калитка ғой, сояққа қарай кетіп бара жатыр. Жаққа мүмкін кетеді, енді мен үлгеруім керек, шығуым керек. Енді вот проблема. Шықпай қалдым ғой. Шыға алмай қалдым, короче. Артқа назад берейін десем, назад бір нәрсе тіреп тұр, не тіреп тұр. Не тіреп тұр, қиын сұрақтың жауабы емес, ол жаңылтпаш деп. Не тіреп, менің құйрығым тіреп тұр. Короче, құйрығым бүйтіп тұрады ғой енді, адамда құйрық деген. Былайына емес қой, құйрық Құдайға шүкір біздік бүйтіп тұрады. Беріп білектің несі сияқты. Сол тіреліп қалған, денем кірген, шықпайды бір кезде. Осылайынан жатырмын, былай шайын десем, былай шайын, алдыға қарай жүрейін десем, қорқамын, ана жерде бір нәрселер жазым кірдім. Сөйтіп тұрдым да, алдымнан бүйтіп шыға алмай, жыным кеп, шіләғым кеп, соткымда жоқ, жатсам алдымда кіріп шешем бүйтіп жүгіріп өтеді ғой. Соғыдан қорыққанынан жүзбен артқа шығып кетемін, қалай шығып кеткен білмеймін. Артынан калиткаға жүгіріп шықсам, машина да жоқ, өзі де жоқ, ештеңе де жоқ, операция астын құйрығын тіреп тұрғанның жалғасы. Сол мен машинада жоқ, ешкім андай нөмірді көрген жоқпын. Сөйтіп ана жерде бір көрші жерде бір таксист тұр екен да, соның нөмірін жаза салайын ба деп ойладым. Құрсын тағы ода бір нәрсе ертең өтірік жазба кезім, мамаға ұсталып қалсам вообще қырғын болар дедім. Өтірік айтпайын дедім. Үйге кіргеннен кейін не істеймін, мама жазып алдың ба деп. Жоқ дедім, шынымды айттым. Жоқ, ал не істейсің, жазған жоқпын ештеңе дедім. Ой, оңбаған, сен боқта қатырмай екен, бірінші аузың жүреді, сосын өзің жүреді, мойнайм, бірінші аузың кетеді. Бекер сөйтіп өкінемін ше, бірінші айтып қоямын деп, бәрдің қолымнан келмейді деп істеуім керек еді. Сон қолымнан келсе әйтеуір нормально. Енді бәрін қатырам деп боқта қатырған жоқ, Құдайдың нөмірін жазбаған жоқпын. Көрдім, үйге айқай естіп айтты, сосын мен саған айттым неше рет, ана салмағыңды таста, құйрығыңды құрт деп. Хотя бүйтіп шалқамнан кіруім керек еді, ол кезде құйрығым бар ғой.